Самолетті күту залында отырсам, алдыма бір қыз келіп отыр. Әдемі қазақтың сұлу ғана қызы келіп отыр. Бірақ мына джинси киіп алған екен, джинсінің бәрі жыртық-жыртық. Тізесі жыртық, мына жер жыртық екен. Кемен 200 теңге алдында мәден іштан киіп алады. Сөйтіп едім жаңаға, не деді? Мен айтым, не мына жыртық шал, дұрыс бір бүтін шалбар киіп алам. Содан айқай басталды. Содан кейін мен айтым, сен қандай ләнетсің сен? Өзіңнің қымбат болған мәдениетіңді, қымбат болған мәдениетіңді тастадың ғой, сорлы. Басыңда орамал қалмады, жүзіңде иман қалмады, тіліңде калиман қалмады. Енді бұтыңдағы іштаныңды қарашы. Европаның жеркенішті болған бүтін киімінің бәрін киіп алдың. Шашыңды қырдың, аузыңды маймылға ұқсап боядың. Шалбарыны кидің, енді шалбар тауа алмай қалғандай жыртық шалбар кидің бе енді? Адамдар қойсаң, мен айтам, бәрін қара, бәрін көзіңді ашқан. Неге айта алмаймыз? Кімнен қорқамыз біз?